Бәріне сәлем достар. Бүгін мен сіздерге пельменнің езілмей дайындалуының жолын көрсететін боламын. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Көрінісінің өзі әдемі осылай болып шығады. Бізге ең алдымен қамырына бір жұмыртқа және бір пиала су қостым. Бұл жерде менде 2 зуала шығады, кішірек-кішіректен. Егер бір зуала қып істесеңіздер де болады. Оған бір жұмыртқа мен жарты пиала суда жеткілікті. Тұз салып, жақсылап араластырып, үстінен ұнды салып, орташа жұмсақтықта қамырды илеп аламыз. Дайын болған қамырды 2 бөлікке бөліп, бетін жауып, тындырып қойдым. Және де қамырды 5-10 минут сайын қайтарып 2 қайтарып қою керек. Иі қанған қамырдың жайылуы да тез және жұқа әдемі болып жайылады. Ендігі кезекте ішіндегі фаршын дайындайтын боламыз. Соған фарш менде морозильникте болғаннан кейін, қатып тұрғаннан кейін осылай бөліп салып алдым. Одан кейін пиязды, 3 пиязды дәл видеодағыдай етіп майдалап турап алдым. Енді пияз бен фарштың үстіне тұз, сосын приправаның өзіңіз қалаған түрін және базилик салдым, кориандр салдым, кориандрдың ұнтағын, қара бұрыш салдым. Өзіңізге ұнаған қажетті приправаларды салып, жақсылап араластырып аламыз. Фаршымыз осымен дайын. Енді жұмыс жасаған жерімді жинап, тазалап сүртіп, осы жерге қамыр жайып сіздерге көрсететін боламын. Менде осындай бір зола қатты үлкен болды. Енді дәл видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Дайындалу ұзақ уақыт алғанымен, бірақ өте дәмді болып шығады. Осымен қамырымыз дайын. Енді жазып түйуді бастаймыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Әр жолы видеом шыққан кезде сіздерге белгі барып тұрады. Дайын болған пельменнің барлығын мантоварканың ыдысына саламыз. Бұл мантоварканың ыдысына салу себебім, егер қамырды суға салса, қатты жайылып, езіліп кетеді, ал мантоваркаде сол қалпында орнында тұрып піседі. Дәмі басқаша болып шығады бәрібір. Суға салып пісіргенмен мантоваркада пісіргеннің айырмашылығы бар. Ендігі кезекте сорпасына дайындық. Бұл жерде пияз, сәбіз, болгарский, помидор барлығын 4 бұрышты етіп турап алып жатырмын. Пельменді сорпаға салу үшін баста қамырды қатты қып илеу керек болады. Негізі үйде адам көп емес, сол үшін жарты сәбіз, 1 пияз, 1 болгарский, 1 помидор жеткілікті. Барлығын турап дайындап болған соң, қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, пияз бен сәбізді салып, бірінші қуырып аламын. Жақсылап араластырып, жаңағы пельменнен қалған фаршты қосып жібердім. Фарш жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне помидорды салдым. Болгарскийді помидордан кейін саламын, өйткені болгарскийдің өзім қатты езіліп кеткенін қаламаймын.
көз мөлшерінде тұзды салдым. Жақсылап араластырып, үстінен картошка мен асқабақты салып жібердім. Одан кейін қайнап тұрған суды үстінен құйып, сорпасын қайнатуға қойып қоямын. Басқа ешқандай дәмдеуіш қоспаймын. Дәл осылай қайнап, тамағымыз дайын болып шығады. Осымен біздің тамағымыз дайын. Өте дәмді, дәмі ерекше болып шығады мотоваркаға піскеннен кейін. Бұлайша сорпамыздың да дәмі күшті, өйткені фаршты дәмдеуіштері бар. Ішінде асқабақ, помидор бәрі болғаннан кейін тамағымыз өте дәмді болып шығады. Осылай тарелкаға салып жесеңіздер де болады. Қасына айран немесе қаймақ сомен қосып жеуге болады. Видеом сіздерге ұнады деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Және де қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сау болыңыздар.